адамның өз қолымен жасап шығарады. Домбыра. Қоңырау. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз естиміз, бірақ қандай бейнежазбаны тамашалаймыз? Қандай бейнежазбаны тамашалаймыз? Машинелердің дауысын солай ма? Яғни олар қолымен жасалған. Жаңа табиғи біз судың толқыны, жапырақтың сыбдырын білдік. Бізде әлемде естімейтін дыбыстар да болады. Мысалы, ультрадыбыстар және дыбыс. Адам қолымен жасанды дыбыстар. Аспаптар, музыкалық аспаптар қандай дыбыстың түрі? Бірінші не соғылды? Қоңырау соғылды. Неліктен қыз бала есікті ашуға ыңғайланды? Неліктен? Себебі? Келген адамды байқады, сосын қоңырау соғылғаннан, сосын оған есікті ашты, үйіне келген апасына, анасына есігін ашты, ол қоңырауға қасына бірден барды. Енді осы қоңырау қандай дыбыс көзіне жатады? Себебі ол адам қолымен салынған есікке орнатылған. Жақсы. Әлемді келесі суретке қарайық. Бұл суретте қандай дыбыс көздері? Дыбыс көздері қандай? Жасанды да. Сосын телевизорда бар. Ол қай түрде жатады? Телевизор. Жасанды, бірақ онда ішін ойнайды. Ол Балалар, партадан кішкене алдыға қарай шығайық. Алға қарай. Жақсы. Сіздерге сұрақ. Бүгін Машина. жасанды дыбыс. Қандай дыбысты көрсетіп қойып байқамайды? Жасанды дыбыс, жасанды адамның сосын қателеспейміз. Келесі суретке ана жаздырайық. Кірміқті. Осы суреттердің ішінде жай соғындар, жасанды дұрыстар. Дұрыс. Жасанды. Абиқай. Дұрыс. Дұрыс па? Үш шапалақ бала. Бәріміз енді бірінші қолында жағыз. Жасанды дыбыс көздерін тауып жасыра қойыңдар. Бәрін бірге жасаймыз. Димаш отыр оны. Жасанды дыбыс көздерін табамыз. Жоқ, бұндай қазір. Бірге қойсайық, бірге қағазға жазырамыз. Қандай, жасанды көздер, чесіз қандай? Тыңдаймыз, қалғанымыз.
Dürüst жасанды дыбыстарды бірінші топ дұрыстап отыра ғой. Екінші топ жасанды шаң сорғыш. Дұрыс па? Радиотлік қайталанды, сосын дұрыс. Бұлардың барлығы қандай дұрыстар? Жасанды дұрыстар. Дұрыс, келесі. Машина, дұрыс, жасанды дұрыс, отыра ғой. Үшінші топ тексер. Үшінші топ тексер. Бізде бала үшінші топта тек қана жасанды дұрыстар табу керек, иә? Үшінші топта бізде қателесті. Оның ішіне құстар жата ма? Су, жоқ, жел жатпайды. Жасанды ақ қалғандары қандай дұрыстар? Жасанды дұрыстар, қателеспейміз, иә? Отырамыз. Келесі, қателеспейміз. Иә? Жақсы. Жасанды дыбыс адам қолымен жасалады. Машина? Жасанды дыбыс адам қолымен жасалады. Машина. Жоқ, түрлерін ата деген жоқ, жалпы не жатады? Жасанды дыбыс Машина. адам қолымен жасала ма? Шымаймыз ба кішкене? Аха. Келесі сұрақ. Мәшине жасанды дыбысқа жатады. Жылжимыз. Арта алушылар жылжимыз. Келесі. Найзағай табиғи жаңбырдың сылдыры жасанды. Қандай дыбысқа жатады? Олай болса балалар барлығымыз апайларға қараймыз. Димаш. Бізге қонақ апайлар келеді дедік, сонау алыстан келейік. Исмаил. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Сабағымыз осымен бүгінгі тамам. Рахмет, балалар, сәттілік істерге. Жарайсыздар. Бізде бұл жерде менің есік Құмар басынан, иә? Естейміз, бірақ көре алмаймыз, айтамыз, бірақ жаза алмаймыз. Бұл не? Естейміз, бірақ көре алмаймыз, айтамыз, бірақ жаза алмаймыз. Жаңа ойнауында қандай бейіз қызбан тамшалады? Қандай бейіз тамшалады? Жаңа достарды естейміз? Естейміз құлағымызбен. Күні күркірегенін, машинелердің дыбысын солай ма? Өткен сабақта біздер қандай тақырыппен таныстық? Өткен сабақ. Жоқ. Суреттерге қарап айтуға болады. Табиғи. Табиғи көздермен неге жатады? Баланың нәрестенің несі? Яғни олар табиғи түрде шығып жатыр. Солай ма? Барлығы табиғи жаратылыстар.
бізде әлемде естімейтін дыбыстар да болады. Мысалы, ультра дыбыстар және инфра дыбыстар болады. Жалпы бізде дыбыстарды екі топқа бөлеміз. Табиғи дыбыс. Біз өткен сабақта таныстық. Солай, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз жасанды дыбыс көздері деп аталады. Ал иә, Димаш. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жасанды дыбыс көздері. Жасанды дыбыс көздері. Жақсы. Олай болса барлығымыз тақырыпқа қараймыз. Жасанды дыбыс көздеріне. Жасанды дыбыс көздері адам қолымен жасалған. Жаңағы дыбыс судың толқыны, жапырақтың сыбдырын білдік. Иә, табиғи өзі жаратылған. Ал енді жасанды дыбыс көздері деген адамның өз қолымен жасап шығарған. Қоңырау. Өмірде қолданамыз, күнделікті қолданамыз. Солай ма? Міне, қолданамыз. Мынау? Бұл қандай дыбыс? Қандай дыбыс? Адам қолымен жасалған. Одан кейін бізде мынау бұл да жасанды дыбыс. Жасанды дыбыс. Ал мынау бізде адам қолымен жасалған. Солай ма? Қолданып жүрміз, иә? Бұлар музыкалық аспаптардың барлығы. Ал мынау бізде жасанды қолданбас музыкалық аспаптар. Солай ма? Бұлардың барлығы сонда жасанды дыбыс. Жасанды. Қандай құрылғыларға жетеді? Дыбысты жазуға. Әнді тыңдайтын кезде. Жоқ. Микрофон керек. Сосын. Дыбыс қалындылары керек. Бұның барлығы бізде дыбысты жазуға керекті құрылғылар болып табылады. Құс айдауға есіне қалды. Бұлақтың сылдыры. Қандай дыбыс сылдыры? Бұлақтың сылдыры. Табиғи тапсырады. Оқиға мина. Найзағай. Табиғи. Алып келіп, сіздерге айтамын. Қандай күй? Нәрағашы. Жақсы. Рахмет, балалар шықпа. Ақиқат па, жалған ба? Қоңыраудың сыңғыры жасанды. Ақиқат дұрыс. Келесі. Табиғи дыбыс көздерін адамдар қолдан жасайды. Табиғи дыбыс көздерін адам қолдан жасай алмайды. Солай ма? Жасай алмайды. Дұрыс. Жалған. Келесі. Судың сылдыры табиғи. Судың сылдыры дұрыс. Ақиқат. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ болар. Жапырақтың сыбдыры жасанды. Жапырақтың сыбдыры жалған. Жапырақ деген табиғи емес па, иә? Табиғи дыбыс па? Табиғи дыбыс. Жақсы. Олай болса барлығымыз үйге жасанды дыбыс көздеріне байланысты сурет салып келеміз. Әр оқушы бір суреттен жасанды дыбыс көздеріне сурет салып келеді. Түсінікті болады? Заттардың қайсысы бәсең, қайсысы қатты соған. Соны қазір біз зерттеп көрейік, иә? Маған үш оқушы керек. Димаш
келе ғой. Қайтар келе ғой. Басқа да оқушылар шықсын енді келе ғой. Ұстап. Ұстайын. Келе ғой. Бұлда шықты. Сенімді шығақтыра. Ал қарай енді бұл бізде қайдан түсіндірілгені ал шыққаны жазанды, иә, адам қолмен деп жатырмыз ғой. Жақсы. Мынау бізде келесі. Келедің қолдағы пластмасса. Одан кейін енді қарай. Қосар. Қасыңмен ысыңды соғып келеді. Екі шірі. Қаттырақ. Бірнеше рет соң, бірнеше рет. Келесі. Бәсең шықты. Келесі. Бәсең шықты. Сонда бұл жерде темір ұзақты, иә, қатты солды. Жақсы. Телефон үнінің сұлдыры. Қайда бірақ сөйлерді? Жасаңды. Жалғасырау. Жоқ, асынан. Келесі, еркен асып келіп кез келген алады. Оқи басқа. Ya, қайда түсіндіріп алғаның парсылы. Қандай? Жасанды, дұрыс. Дұрысырау. Жақсы. Болды. Келесі еркек кез келген алады. Оқи. Алға. Оқи. Сол оқи. Жаңбыр. Жаңбыр. Қандай түсіндіріп? Қандай? Еркек? Табиғи. Жақсырауы. Келесі оқушылар. Сөзді оқиыңызды Арман? Музыкалық аспаптар, музыкалық аспаптар қандай түсіндірі? Жасанды. Жасанды. Жасанды дыбыстардың адам өмірінде қандай маңызы бар? Мысалы, мынау бізде қандай машина түрі? Бір жағдай өрт сөндіруге не істеді? Келеді өртті сөндіруге. Жедел жәрдем. Сырқаттанып қалған адамға тез жететін жедел жәрдем. Я келесі. Сіз алатын жерлер осы пойызға мініп тез жетуге болады. Я бірінші топ тыңдаймыз. Арман тыңдай. Келесі бізде полиция машинасы. Я бұдан кейін бізде жеңіл көлік тез жүреді. Біздің барғымыз келетін жерімізге пойыз, жеңіл көліктер арқылы тез барғымызға болады. Жақсы.